Қайырлы күн шеберлер. Міне көп қыздар сұрап жатады, матаныңызды қалай тегістейсіз деп. Біз матаны осындай үшбұрыш сызғыш арқылы тегістейміз. Үшбұрыш сызғышты шетіне қойып, матаның жанына қойып, яғни кромканың бағыты бойынша қойып, ортаға қарай сызамыз. Екінші жағынан да дәл осылай істейміз. Яғни мен матаны екіге бүктеп алдым. Міне қазір мен кромканың бойымен сызғыштың бір жағын қойдым да, екінші жағын ортаға қарай сызып алдым. Дәл осылай екі жағынан сызып алғаннан кейін ортасына ұзын 1 метрлік линейканы, яғни сызғышты қойып, екі ортасын қосамыз, қосып тағы бір рет сызып аламыз. Одан кейін барып біз матамыздың, артық матамызды кесіп алып тастаймыз. Дәл осылай кез келген матамен бір тегіс қылып кесіп алсаңыздар болады. Астынан да үстінен де осылай матаның жанын бір тегіс қылып кесіп алғаннан кейін негізгі пішімге кірісесіздер. Яғни перде тігетін болсаңыздар, немесе көйлек тігетін болып жатсаңыздар, бір тегіс қылып кесіп алғаннан кейін барып кіріссеңіздер, дұрыс болып шығады.